Бизнеске бағыт 2. Көк тиынсыз кәсіп бастауға бола ма? Бизнеске бағыт кітабын жазудағы негізгі мақсатым әрбір қазақ бай қуатты болса екен, жақсы өмірге ұмтылса, ғылым, білімге құштарланып, кәсіп көзін аша білсе екен деген асқақ ойдан туған болатын. Рас, еліміздің негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін жоғары ұстап отыратын да осы шағын және орта кәсіптер. Бай болғысы келмейтін адам жоқ шығар сірә. Себебі бір айлықпен қалауыңды алып, арманыңдағы өміріне қол жеткізу қиын. Сондықтан да әрбіріміз бір нәрсе істеу керек еді деп жүретініміз әрине рас, жасырын емес. Алайда бір нәрсе істеп, бизнес ашу үшін де бір нәрсе, яғни ақша, бастапқы капитал болу керек қой, демесе, қол сілтеп қоя саламыз. Шынында көк тиынсыз кәсіп бастауға бола ма? Деген сұраққа жауап бермес бұрын, ең алдымен кәсіпкер деген кім? Кәсіпкерлік деген не? Міне, осы нәрсені анықтап алайық. Көбінде кәсіпкер адам қандай деп сұрасаң, дайын ақ. Шынында, көк тиынсыз кәсіп бастауға бола ма деген сұраққа жауап бермес бұрын, ең алдымен кәсіпкер деген кім? Кәсіпкерлік деген не? Осыны анықтап алайық. Көбінде кәсіпкер адам қандай деп сұрасаң, дайын ақшаны оң-солды шашып, шетелден шетел қалдырмай қыдырып, қымбат көлік, зәулім үйде тұратын қалталы біреуді елестетеді. Бұлай ойлау қате әрине. Өз жеке ісіңізді, бизнесіңізді бастамас бұрын есіңізде болсын. Кәсіпкер дегеніміз жоғарыда айтылған шетел, зәулім үй дәрежесін жетпес бұрын 24/7 еңбектенетін, тіпті өз бизнесін аяққа тұрғызып алса да, өзін еркіндікке жібермей, кәсібін үлкен аренаға шығаруға ниетті, тоқтаусыз әрекет ететін, қаншама кризистік уақытты бастан кешіп, қаншама сынақ, тәуекел жасау, бизнестегі төтенше жағдайларда ұтқыр шешімдер шығара алу қабілетіне ие адам. Ал кәсіпкерлік дегеніміз мамандық және кез келген мамандық сияқты оны күн сайын игеру қажет. Сонымен, кәсіпті қалай көк тиынсыз бастаймыз? Жалпы осылай кәсіп бастау мүмкін бе? Сіздерге бұл кітаптың 2-ші бөлімінде 100 нақты бизнес кейстер ұсынылады. Мен сіздерге оның бәрін тізіп айтып беретін боламын. Енді нақты тарқатып ашып айтайын. Бизнеске өз қалтаңыздан ақша шығармай бастаудың 5 түрлі тәсілі бар. Кәсібіңізге бірінші инвесторларды тартсаңыз болады. Екінші, мемлекеттік гранттарды ала аласыз. Үшінші, бастапқы капиталды қажет етпейтін кәсіп түрлерін таңдайсыз. Төртінші, краудфандинг әдісіне жүгіну. Мысалы, біз елі болып ақша жинап, мұқтаж жанға баспана алып беріп жатамыз. Харекет қоры, мысал қалайық. Бұл жерде де дәл солай, елге пайдасы зор дейтін кәсіпке ел болып ақша жинап бизнес ашу. Бесінші, венчуралық қаржыландыру. Бұл қаржыландырудың бір түрі бизнеске қосқан үлесінен немесе болашақтағы табысынан ақша алу. Бизнесті бастауға сізде әзірге үлкен көлемде ақшаңыз жоқ дейік. Бірақ бизнес ашуға үлкен ниетіңіз болса, бизнесті бастауға сізде әзірге үлкен көлемде ақшаңыз жоқ дейік. Бірақ бизнес ашуға үлкен ниетіңіз болса, сізге 8 кеңес бере кетейін. Бірінші, өзіңіздің кәсіпкерлік қабілеттеріңізді ашуға, дамытуға тырысыңыз. Екінші, кәсіпкерлік курстарды оқып, білім жинақтаңыз. Үшінші, бизнес жайлы кітаптар оқып, кинолар көріңіз. Төртінші, алып компаниялардың құрылу тарихын зерттеңіз. Мысалы, Apple компаниясы. Бесінші, қаржылық сауатыңызды арттырыңыз. Алтыншы, бірнеше тіл үйреніңіз. Жетінші, бизнес жоспарды құруды, дұрыс жазуды меңгеріңіз. Сегізінші, болашақ өз бизнесіңізді толықтай зерттеп, өз идеяларыңызды қағаз бетіне жазып жүріңіз. Ескеріңіз, қандай бизнесті бастасаңыз да, оны әрі қарай дамыту, алға жылжыту үшін ақша керек болады. Бірақ сәтті бизнесті құру тек ақшаға ғана байланып тұрмағанын ұмытпаңыз. Себебі қаншама ақшасы болса да, бір бизнестің басын құрай алмай жүрген жандар жетерлік. Ендеше ең әуелі жоғарыда айтылған 8 кеңеске сүйеніп, өзіңізді кәсіпкерлік жолға дайындай бастаңыз. Сәттілік!